Бар мәлімет, қалдарыңыз қалай? Бүгін 3 наурыз, сіздерді жаңа көктем мерекесімен құттықтай отыра. Бүгін ALPHADESIGN I answers атты айдарды бастаған болатын. I answers айдары бойынша оқырмандар, және менің дизайнерлік жұмыстарын көріп отыратындар өздерінің сұрақтарын қоя алады. Сол сұрақтарды қоя алады. Ал мен сол сұраққа олардың жалпы түрдегі сұрақтарына бейне жауап ретінде жауап беріп отыратын боламын. Сонымен біз 24 ақпан күні сондай answers айдарын бастаған болатынбыз. Бүгін 3 наурыз, аптаның аяғы жексенбі күні. Ендеше көп созбай, қандай сұрақтар келді екен, бірге қарастырып көрсек. Нұрдәулет бейбіт дейді. Бақыт дегенді қалай түсінесіз? Көбісі айтып жатады, бақыт деген ол біреулер айтады негативті, немесе жалпы қалай десем екен, жалпы көбінесе басқа нәрсеге кетіп қалады да, бақыт деген ол сенің үйің, ата-анаң дұрыс, достарың барлығы дұрыс, бақыт. Бірақ өмірдегі ең басты бақыт сен тағдырдың қателік болып кетпеуің. Егер де сен тағдырдың қателік болып кетпей, халқыңа еңбегіңді сіңірсең, онда сенің бақытты болып кеткенің. Ал өмірден жайдан жай келіп, жайдан жай ерек өткенің, және өзіңнің ғана жағдайыңды ойлағаның, ол бақыт деп есептелмейді. Отбасың дұрыс жалпы алғанда, бірақ та ең басты нәрсені ұмытпау керек, ол бақыт деген, ол сенің өмірдің құрғыл өтпей, іскер болып өтуің. Осы сенің бақытың. Екінші сұрақ. Жасаған тапсырыс пешіге мүлдем ұнамай, қайтадан жасауды талап еткен кез болды ма? Иә, өте көп ондай кез. Себебі менің жұмыстарым, ең басындағы жұмыстарым мүлде ұнамады ғой. Сол кездерде үлкен тіпті кейде бар ғой, жүйкем ауыратын. Қазірдің өзінде де сондай дүниелер бар. Алдында ғана менің заказымды кері қайтарған адамдар бар. Кері қайтарып тастап, маған оқау сөз жазып, тіпті қара тізімге салып жүретіндер деп баршылық. Себебі мәселе менің жасаған оларға ұнамай қалғандығында, және олар өзінің пұлдарын төлей алмайтындығында. Соның кесірінен олар да зардап шекті, біз де зардап шегеміз. Яғни бұл жерде уақыттың кетіп жатқандығы. Сосын қайта жасауды талап етіп, бір ай бойы істеткен адамдар баршылық. Өте күрделі бағаналарды осы 20 қаңтардан 20 ақпанға дейін жасадым. Сондай дүниелер бар. Енді екіншісі Рүстем Құлтаев. Неге ALPHADESIGN деп қоймыздар? ALPHADESIGN деп аталды. Себебі сіздер ағылшын тілін үйреніп жатсыздар ғой. Үш тілділікті қамтамасыз еткен ел болғандықтан ағылшын тілінде сөйлеуге тырысыңыздар. Және ағылшын тілінде жазуға тырысыңыздар. Неге ALPHADESIGN деп аталды? ALPHADESIGN деп аталуының себебі 2015 жылы дизайнерлік студия құру туралы тамыз айында бір шешімге келдім. Бірақ нақты құру жайлы менде батылдық болмады және тәуекел болмады. Себебі мен сол тағы да сындырға түсіп қалам ба деген ой болды. Алайда бәрібір де құру туралы шешім қабылдадым. Атауын ойластыра бастадым. Маған мынандай атаулар ұнады. Flexi дизайн, Label дизайн. Бірақ маған ALPHADESIGN ұнады. Себебі ALPHADESIGN дизайнер ұнауының басты себебі ол альфа біріншіден элита, альфа бұл екіншіден сөзге де жақсы ұнамды, және де бұл жерде А әріпінен басталып, А әріпінен аяқталатындығы ұнады. Сондықтан А деген бұл жерде A-Studio дегенге сәйкес келетін неғып, А деген бұл жерде бір бренд сияқты алсам, ең алғашында бренд сияқты алсам қалай болады дедім, альфа деген сөзді алдым. Және ALPHADESIGN жалпы альфа сәулесі, бета сәулесі, гамма сәулесі бәріміз білеміз ғой. Сондықтан маған альфа деген нәрсе ол екінші болмай, бірінші болу және де үшінші болмау. Осы бағанада жалпы ALPHADESIGN жалпы бірінші болу деген сөзбен не қалды. Және де ALPHADESIGN ең алғашында ALPHA түрінде жазылды. Ол жалпы ALPHADESIGN ең алғашқы атауы ол бір шетінен қарасақ алға деген сөзге ұқсады, екіншіден қарасақ альфа деген сөзге ұқсайды. Алайда мен кейінірек 2016 жылы өзгеріс жасап ALPHA осы сөздерді алып отырдым. Сөйтіп альфа сөзі біраз өзгеріске ұшыраған болатын. Қазір сол өзгерісін жоймайтын. Және атауын өзгертпей, сол қалпы
сол қалыптан бері келе жатқаныма жалпы шын жүректен қуаныштымын. Себебі осы уақытқа дейін атын өзгерткендер қаншама. Одан қарағанда тұрақты дизайнмен айналысып жүргенім менің өзіме де жақсы деген ойда болдым. Нұрбек Байымырза бауырым жазыпты. Нұрбек бауырым жалпы Шымкентке сәлем айта бер. Енді ALPHADESIGN логотиптің мағынасы неде? Логотип өте көп өзгерді. Қазіргі логотипті білесіздер ғой, қаншалықты екенін. Сондықтан логотип не мағынасы өте көп. Біріншіден, ең соңғы логотип ол өздеріңіз көрген боласыздар. Ол логотип жалпы қазақ халқының төл оюын алған болатын, төл оюларының бірі. Яғни бұл жерде мысалы ALPHADESIGN қазіргі уақытта Ресей мен Қырғыз, Башқұртстанмен қазіргі уақытта жұмыстар атқарып жатырмын. Оған да қуаныштымын. СНГ жалпы ТМД бойынша қыс екен деген ой бар. Сондықтан ALPHADESIGN мағынасы жалпы қазақтың оюын тағы да сол бір дизайн студияға қосып отыра дамыту деген нәрсеге саяды. Сондықтан логотиптің мағынасы сонда болды. Біздің логотип өте классикалы және классикалық түрінен айнымайды және алыстамайды. Жалпы негізгі мағынасы сол. Және де бұл жерде екі палитра енгізілген. Екі палитра болғанда біреуі қою, біреуі ашық түс енгізілген болатын логотипте, қазіргі логотипте. Оюдың жанында. Ол мына деген сөз. Ол қоюы бұрынғы өткеннің, ал ашығы қазіргі бүгіннің деген мағынаны білдіреді. Сондықтан ALPHADESIGN'нің менің ойымдағы, менің шабытымдағы мағынасы сол. Идея мен шабытты қайдан аласың? Идея мен шабытты мен көбінесе қазір шыны керек. Ауызбалы мағынасын алғанда мен қаңғырып кетемін. Шабыт іздеу үшін қаңғырып кетемін. Көбінесе Алматы қаласын аралаймын, сауда орталықтарын көп аралаймын. Жалпы идея сосын көбінесе Behance деген сайтта отырамын, сонымен қатар Dribbble деген сайттарда отырамын. Сол арқылы сосын жалпы жанындағы әріптестерім, жалпы қазақстандық дизайнерлер, сонымен қатар жалпы Instagram желісінде де қазір өзім дамытып отырған дизайнерлермен де көп байланысын үзген емеспін. Себебі олардың да бір керемет идеялары бар, шабыттары бар. Мен соларға қарап шабыттанамын. Бірақ та менікі жаңаша туады. Мен оларды тек қана олардың серпілісін көріп қана өзімнің мотивацияларым. Ал шабыт сол кезде өзімнің басымнан туады. Ал шабытты іздеу үшін мен қаңғырамын. Келесі. Неге ALPHADESIGN деп аталады? Және Ұлыбританияның туы. Жаңағы сұрағыңызға жаңағы жауабымды беремін. Себебі қалай екен? Жаңағы атау сөзін ұмытып қалдым. То есть ALPHADESIGN деген сөз ол былайша айтқанда қысқа түрінде айтайын. Біріншіден элита, екіншіден бренд, үшіншіден тренд. Бренд пен тренд бір болса да екеуінің айырмасы қазіргі уақытта екі бөлек. Және сонымен қатар бұл жалпы өзіме ұнайды, менің ортама ұнайды. Және сол арқылы мен таныдым. Аделина Әуен менің курстасым. Өмірдегі жағдайлар кездейсоқ па әлде сынақ па дейді. Бұл сұраққа жауап беретін болсам, өмірдегі жағдайлар кездейсоқ болуы көп мүмкін емес. Бірақ та мен де абстракты дүниеге сене бермеймін, абсурд дүниеге сене бермеймін. Бірақ та айтып жатады ғой, сен қаншалықты қинасаң, соншалықты сенің биікте екендігін. Сондықтан көп нәрсе сынақ деп есептеймін. Себебі бізге де күннен күнге тапсырмалар көп болып жатыр, өміріміз күннен күнге күрделеніп бара жатыр. Оның барлығын сынақ деп есептеймін. Алайда, бірақ та бұл жерде абсурдты дүние тумаса екендігін менің де көкейімде нәрсе бар. Кейде кездейсоқ болады, кейде сынақ болады. Өзім кездейсоқтық дегенге сене бермеймін, себебі кездейсоқ болса мен ALPHADESIGN баяғыда ТМД-ға шығып кетер ме еді, бәлкім орыс тіліне көшер ме еді кездейсоқ. Дәл сол секілді. Келесі. Нұрсұлтан Абылайхан, кейде ойыңызға ешнәрсе түспесе идеяны қайдан аласыз? Жаңағы бұл сұрағыңызға жаңағы жауапты берейін. Көбінесе қаңғырамын, және көбінесе түн жарымда оянып аламын. Түн жарымда оянып аламда бір нәрсе сызғылаймын. Сонымен қатар фотошопты ашып өзімнің ойыма келгенде түсіре бастаймын. Көбінесе шұқылаймын. Былай болса қалай, былай болса қалай, былай болса қалай. Бірнеше варианттар жасаймын. Сосын барып бір ойды, содан бір қорытынды шығарамын. Болашақта кәсіби дизайнер болу мақсатыңызда жоқ па дейді. Мақсатым жоқ. Маған осы күнім жетеді. Себебі менің арманым бөлек, мақсатым бөлек, қазіргі оқып жатқан оқуым мүлде бөлек.
мен дизайнерлікті тек қана хобби деп есептей, сол арқылы күн көрсін береді деп отырмын. Неге альфа дизайн? Бұл сұраққа жаңағы жауабын іздеудей. Сіз идеяны қайдан аласыз, жалғасқан еді? Қаңғырам. Альфаның мағынасын бұрыш деген білдіреді ғой, бұл сөзбен де келсе аламын. Бірақ та альфаның басты сөзі бұрыш, әртүрлі мағынаны береді. Жалпы көбінесе арифметикаға кетеді, математикаға кетеді, физикаға кетеді. Бірақ та негізгісі сол. Жаңағы айтқаным. Арманыңыз қандай? Ойбой, арманыма келетін болсам, арман. Жалпы бұл жайлы ойланып көрмеппін, себебі арман деген ұмытып қалып қашан, себебі арманды ұмытып мақсатқа кетіп қалған адамның ішіне керек. Арман деген нәрсені ұмытқан адамның. Жалпы менің арманым мынау. Әрбір әлемдегі әрбір жан бақытты болып, және ауырып жатқан сәбилер дертінен айықса екен. Міне осы менің үлкен арманым. Себебі әлемде бейбітшілік болса екен деймін. Әлемде лаңкестік болмаса екен деймін. Әлемде бір-біріне деген қастандық болмаса екен деймін. Бұл менің арманым үшін. Бұл жалпы азаматтың арманы болса да, менің мақсаттарым ол үйде болу, мемлекетке пайданы тигізу, жалпы дипломатиялық қарым-қатынас бойынша, Қазақстанның дипломатиялық қарым-қатынас бойынша өз үлесімді қосу. Алайда менің де қазіргі басты арманым осы. Талай адамды көремін мен Алматыда жүріп, талай жағдайды естимін, талай жаңалықтарды оқимын. Соған қарап кейде заманның заманасына қорқа бастаймын. Сондықтан менің арманым жаңағы сөз. Дизайнда қанша уақыт жасайсыз? Шыны керек, бір мелочь жұмыс болсын, соның өзіне бір сағат кетіп жатыр. Ал максимум 12 сағат отырамын. Ол рас, максимум 12 сағат отырамын. Тіпті дизайнда қанша уақыт жасайсыз дегенде, мен тіпті айлап та жасайын, 2 айлап, 3 айлап та жасаған кездерім болды. Телефоннан жасаған дизайнердің бар болса көрсетіңізші дейді. Жоқ, телефонмен ешқашан жасаймын. Телефонмен фотомонтаж, видеомонтаж, пиксартпен жұмыс жасап көрмеймін. Сізге ұсыныс тастағым келіп тұр. 2 күн ішінде телефоннан футбол таппай өз идеяңызбен жасап көрсеңіз, әлбетте оны видеороликпен өтсеңіз. Жоқ, ұсынысымды орындамаймын, себебі менің телефонымның жады толып, видеоролик ретінде де түсіре алмаймын, себебі мен уақытымды тығыздырар себеп бауырым ренжімейді. Әйтпесе телефоннан жасауға болар еді, бәлкім болар ма еді, бәлкім уақыты болғанда, бәлкім телефонның жады толмағанда деген сияқты. Ал телефонның жадындағы барлық дүниелер өте маңызды. Кітап бар, оның ішінде түрлі материалдар бар, салама қатысты, жұмысыма қатысты, сондықтан бәрі керек. Видео монтажды қай программамен жасайды айтып жіберші бірақ. Аспект Наурызбаев. Adobe After Effects, Sony Vegas Pro, Adobe Premiere Pro. Міне осылар. Айына дизайннан қанша табасың? Және неге сұрақ белгісі емес, неге нүкте? Білмеймін, кей адамдардың тәкаппар болатынын таңғаламын. Айына қанша табасың деген сұраққа айтайын. Менің табыс дейсің де бәлкім менің табысым тым көзден аспайды. Себебі сенің де өзің қажеттілігіне керек болып жатыр. Сондықтан нақты айтамайын, бірақ осы уақытқа дейін бір айына максимум 25 мың тапқан кезім болды. Есептеп қарағанда, ал күнде кетіп жатыр. Тіпті мен ставка тікпесем де, тіпті мен көп нәрсеге арзан нәрсеге жұмсамасам да, бәрібір деп бір нәрсеге кетіп қалып жатыр. Қазақстанда өмір сүрудің өзі қиын қазір. Өйтіп айту, енді шүкір осы күнде. Алайда Қазақстандағы кейбір табыстардың бәрі күн көзден аспайды. Не мамандық оқисың? Мен нөмір бірінші Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжінің 2-ші курс студентімін. Менің мамандығым негізгі орта білім берудегі шет тілі мұғалімі біліктілігі. Болашақта болғанда жалпы колледжден мен біліктілікті алып шет тілі мұғалімі деген ағылшын тілі және француз тілі. Алайда менің болашақ мамандығым Алла қаласа дипломатиялық салада кетпекшімін. Жалпы халықаралық қатынастарда жұмыс істемекшімін. Бұл менің арманым шыны керек. 5-ші сыныптан бергі арманым. Және осы уақытқа дейінгі тірлігім барлығы сол арман жолында жұмыс істеп келе жатырмын. Осы оқу бітірген соң не істемекшісің? Оқи түсем. Алла қаласа колледжді бітірген соң Еуразиялық тіл университетінің халықаралық қатынастар факультетіне түспекшімін. Алла қаласа. Шет елде оқығым келеді, магистрат болғым келеді.
бакалаврда не қылғым келеді, жалпы магистрантта жалпы қолымнан келіп жатқанда оқи бергім келеді және де оқи бергім келеді. Бұл мен үшін өте маңызды. Оқып отыра мен тірлігімде жұмыстарын істейтін боламын. Сондықтан мен тек қана оқи бергім келеді. Дизайнерлік хобби ме, әлде болашақ мамандық па? Нұрдәулет Мақсұтов. Хоббиден аспайды бұл. Ешқашан хоббиден аспайды, болашақ мамандығы емес. Дизайнерлік тек қана хобби, менің интересім, менің қызығушылығым. Және соны қазіргі уақытта күнкөрісіме айналдырып отырмын, оған да шүкір етемін. Қазіргі уақытта мен Жамбыл бір кітапханасының қызметкерімін, бұл маған жұмыс сіздің уақыт алып осындай видеоролик түсіріп жатқаным. Сондықтан бұл әрине хобби. Осымен видеомды аяқтаймын. Сіздермен ойыма келмей қалды. Назарларыңызға рахмет көп. Алда әлі талай спидар түріндегі видеолар болады, және сонымен қатар көптеген бейнероликтер түсіруге тырыспақшымын. Немесе көріскенше деймін. Сау болыңыздар.